Саламатсыздар ма балалар? Менің каналыма қош келдіңіздер, және де менің сабағыма қош келдіңіздер дегім келеді. Бүгінгі сабақ қызық болады деп ойлаймын. Бүгінгі сабақта 82-ші сабақ не ауыр, не жеңіл. Әдебиеттік оқу 4-ші сынып. Мәтін мазмұнына жоспар құрамыз, түрлі баяндау тәсілін қолданамыз. Пікіріңді айт. Мына пікірлерге сенесіңдер ме? Бірінші, менің салмағым жоқ, су тамшылары жерге емес, жоғары қарай ұшып төбеге жабысып қалады. Қалпағым басымнан ұшып кете береді. Ал екінші, адам қалай осындай күйге түседі? Адам бұндай күйге жер тартылысының әсерінің азаюынан түседі. Оқы. Үшінші, мәтінді түртіп алу әдісімен оқы. Білемін, ойым бөлек, жаңа ақпарат білгім келеді. Ал енді мәтінге көшейік. Ғарыштағы салмақсыздық. Ғарыш кеме орбитаға даңғыл ғарыш жолына шықты. Баяғыда бала кезімде Циолковскийдің кітаптарынан оқыған салмақсыздық жағдайы туды. Салмақсыздық бұл жердегі біздің бәрімізге біртүрлі қызық көрінетін құбылыс. Бірақ ағза оған тез көндігеді де, адамның барлық мүшесі қол аяққа тұрмай жеңілдеп кетеді. Айтыңдаршы, сол тұста мен қандай болдым? Мен орнымнан сырғып кеттім де, кабинаның төбесі мен еденнің екі аралығында қалықтап тұрып қалдым. Жердің тарту күшінің әсері жойылғаннан кейін мен өзімді жақсы сезіндім. Кенет бәрі басқа болып шыға келді. Қолым да, аяғым да, бүкіл денем менікі емес сияқты болып кетті. Оларда еш салмақ болмады. Не отырған емес, не жатқан емес. Кабинада қалықтап қана тұрасың. Бос заттардың қалқып тұрғанын көрсең, өңің емес түсің сияқты. Планшет пен қарындаш та солай. Түтікшеден құйылып тұратын сұйық зат шарик сияқты болып, бір жерден бір жерге еркін дөңгелеп жүрді. Ол кабинаның қабырғасына тисе, гүлге тұрған шықтай жабысып қалады. Адамның жұмыс істеуіне салмақсыздық жағдайының ешқандай зияны жоқ. Мен ылғи жұмыс істеп отырдым. Бір сәт қай жерде қандай жағдайда отырғанымды ұмытып, қарындашты қасыма қоя салып едім, ол менен әрмен қарай қалқып кетті. Бұлттар аппақ, сондай әдемі ақ, күн шақырайып тұр. Оған жай көзбен яки көзіңді қыссаң да қарауың қиын. Сірә ол біздің жерден көріп жүргенімізден 10 есе, тіпті 100 есе жарық болар. Жалғыз аспанды ғана емес, жерді де қарап отырдым. Біздің ғаламшардың шар тәріздес екені байқалама. Иә, солай. Жердің бояуы ғажап. Ол әдемі көгілдір түсті. Содан соң ол біртіндеп қара көлеңке тартып, көк жасыл көк күлгін болып құбылады да көмірдей қара түске айналады. Ұшу кестесін қадағаладым. Восток сағатына 28.000 километрдей жылдамдықпен ұшып келеді. Жер үстінде мұндай жылдамдықпен ұшуды ойлаудың өзі қиын. Менің көңіл күйімді жердегілер бақылап отырды. Балалар, әңгіме өте қызық болды. Бұнда Циолковский ол ғарышты игерудің негізін салушы ғалым. Ал жердегілер бұл жерде ұшуды басқару орталығы мағынасын береді. Төртінші, автордың салмақсыздық жағдайы мен жерді сипаттауынан теңеу эпитет сөздерді тап. Олар қалып, көмірдей қара, шықтай, шақырайып деген сөздер. Құрастыр. Сен де салмақсыздық жағдайын басыңнан өткізгенде ғарышкердің рөліне ен. Айтыңдаршы, сол тұста мен қандай болдым дегеннен кейінгі абзацқа жағдаяттар қосып, оқиғаны өзіңше өрбітіп баяндап көр. Мысалы, бетімді жуа беріп едім, қолыма алған суым кішкентай шар тәріздес болып, қолымнан ұшып кетті деген сияқты. Қорытындыла. 6-шы, мәтінде сен үшін не қызық, не қиын, не қажет болды? Мәтінде мен үшін бос заттардың қалқып тұрғаны қызық болды. Мәтінде мен үшін ғарышкердің рөліне енуі өте қиын болды. Ғарыштағы салмақсыздық туралы ғарышкерге қандай сұрақ қояр едің? Мен ғарышкерге ғарыштағы салмақсыздық қайдан пайда болды деген сұрақты қояр едім. Балалар, осымен сабақ аяқталды. Сабақ ұнаса комментарий жазыңыздар. Тіркелмегендер болса тіркелуді ұмытпаңыздар.